Ш әрпін әдемі жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Олар бас әріп және кіші әріптен тұрады. Шының бас әріпі 3 ілгекшеден тұрады. Үлкен жолдың ортасына қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға жасап, жазу жолының астыңғы сызығына дейін көлбеу сызамыз. Оңға қарай ілгек саламыз. Осындай 2 көлбеу сызықпен ілгекті жалғастырамыз. Шының кіші әріпі де 3 ілгектен тұрады. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай көлбеу түзу сызып, астыңғы сызыққа жете бере, оңға қарай доға ілгек саламыз. Осындай тағы 2 ілгекті жалғастырып саламыз. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге Ш әріпін әдемі жазуды үйрен.